Сәлематсыздар ма достар? Бүгін мен сіздерге корица қосып пісіретін, иісі пісіп жатырғандағы үйдің ішін алатын өте дәмді, жұмсақ синнабони булочкасын жасап көрсетемін. Ол үшін бірінші жылы сүтке дрожжды саламыз, жақсылап араластырамыз. Сүтіміз қатты ыстық болмау керек, жай ғана жылы болу керек. Ыстық сүтке, болмаса салқын сүтке дрожж көтерілмейді. Әзірше дрожжымыз көтерілгенше екінші қоспамызды дайындаймыз. Оған 2 жұмыртқаны алып, үстіне қант саламыз. Және жұмсақ бөлме температурасындағы сары май саламыз. Майымыз өте жұмсақ болғаны жақсы. Менде сәл ғана қаттылау болып қалған. Холодильниктен алған емес, қатты жұмсақ емес. Бірақ та өте жұмсақ болғаны бізге езілгенге жақсы. Көріп тұрғандарыңыздай, оның бәрін жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны, қантты, майды араластырамыз. Оған шейін біздің дрожжымыз қоспасы көтерілді. Енді май мен қант, жұмыртқамен дрожж қоспасын екеуін араластырамыз. Жақсылап екеуін бір-біріне қосып араластырып, үстіне ұнымызды жайлап саламыз. Ұнымызды салып, қамыр илейміз. Ұнды 2-ге бөліп саламыз. Бірінші бір бөлігін салып алып, араластырып аламыз да, екінші бөлігін салғаннан кейін қолымен илеп, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Кем дегенде 40 минут тұру керек, бірақ 1 сағат тұрса өте жақсы көтеріледі. Енді көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте жұмсақ, нәзік, сондай керемет болып шығады. Қараңыздар, бұдан қатты ұн қосып керегі жоқ. Осылай болса, булочкамыз біздің өте нәзік болып шығады. Енді бұл қамырымызды алып, оқтаумен жақсылап, 4 пішті етіп жаямыз. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Егер де түсініксіз жері болса сұраңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Мен сіздерге айтайын, бұл синнабониді негізінде менің кішкентай қызым пісіреді. Бұл оның корентой тамағы. Сіздерге сонымен мен бөлісейін деп едім. Өте жақсы көреді, өзі пісіріп, қамырынан бастап өзі жасайды. Менің 12-13 жасар қызым жасайып пісірсе, сіздерден де ол шығады деп ойлаймын. Өте дәмді булочка. Жасаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар, міндетті түрде жасаңыздар. Өте дәмді, пісіп жатырғандағы иісі деген үйдің ішін алып кетеді. Міне 4 пішті етіп, қамырды жаямыз. Онша қалың болмау керек, қатты жұқа болмау керек. 0,5 сантиметрдей болса жеткілікті. Тестоның үстін қамырымыздың жайылған майлаймыз. Майды ертіп ап, болмаса өте жұмсақ майды жақсаңыз да болады. Оның алдынан корица мен қантты араластырып қоямыз. Керекті рецепттердің бәрін әдеттегідей описанияға жазамын. Корица мен қантты араластырып аламыз да, осы тестоның үстіне саламыз. Егер де корицаның дәмін онша қатты ұнатпаймыз десеңіздер, басында көп емес, аздап салсаңыздар болады. Соңынан отбасыларыңыз міндетті түрде бұл корицаға үйреніп, осыны жақсы көріп, көп салғанды жақсы көріп тұратынына мен сенімдімін. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бәр жеріне корица жасаңыздар, өте дәмді болады.
Байқап тұрғандарыңыздай бас жағына қамырдың корицаны қатты жақпаймыз, жеткізбейміз, себебі жабыстырғанда жабыспай қалады. Енді осы тестамыздан жіңішке етіп рулет ораймыз. Жайлап бастап, басын жіңішке етіп орап, осылай етіп ораймыз. Рулет сияқты етіп, міне, көріп тұрғандарыңыздай. Осылай басы, егерде жаңа басына шейін жеткізсек, корицаны мына шеті жабыспай қалады. Сондықтан корица мен қантты басына шейін жеткізбейміз. Міне осылай етіп сәл ғана ашылып кетпейтіндей етіп, екі қамырды бір-біріне қосып жібереміз. Шипайт етіп қолымызбен. Енді бұны кішкентай етіп кесеміз. Негізінде пышақпен де кессе болады, бірақ та осындай зубной нит болады ғой, сонымен кессе өте әдемі және тез кесілетіні қарап тұрғандарыңыздай тегіс әдемі болып кесіліп шығады. Пышақпен кесіп жатырған кезде бұндай әдемі болып шықпайды. Ал егерде бұндай зубной нит болмаса, пышақпен кесулеріңізге де болады. Көріңіздер қандай әдемі болып кесілген. Бұл уақытта духовкамызды 180 градусқа ысытып қоямыз. Бірінші 180-190 градусқа да қоюға болады. Бірақ та менде 180 градусқа пісіп шығады 25-30 минут. Әркімнің духовкасына байланысты. Бұл пісіп жатқанымызда бетіне жағатын салмамызды дайындаймыз. Оған творожный сыр, қоқыланталдым. Болмаса, егерде қоюлы қаймақпен де жасасаңыздар болады. Миксермен езіп алдық. Бұны қасықпен де, вилкамен де езулеріңізге болады, бірақ сәл қаттылау болады о кезде. Қиындау болады. Болса миксермен қолданған абзал. Бұл творожный сырдың үстіне қант ұнтағын қосамыз және май қосамыз. Ал егерде сметана жағатын болсақ, тек қана сметана мен қант ұнтағын қосамыз. Мен екі бөлек салмасында описанияға жазып қоямын, қалай жасауға болатынын. Міне майды араластырып, творожный сырмен бірге араластырамыз. Бұған міндетті түрде миксер болғаны абзал, қант май қосқан кезде. Жақсылап бәрін араластырамыз, бір қалыпқа келтіреміз. Сондай нәзік, дәмді салма болып шығады. Кәдімгі кремнің консистенциясы болады. Дәмі де сол крем сияқты болады. Бұл салманы духовкадан шыққан дайын болған булочкамыздың үстіне жағамыз. Міне булочкамыз дайын. Бұның бетіне жаңағы салмамызды түгелдей жағып аламыз. Егерде
артық көп болып кетсе алып қалыңыздар, бірақ та аз жақпаңыздар. Бұл сіңеді, сіңген кезде өте жұмсақ дәмді болады. Жағып болғаннан кейін 5 минутқа жылы жерге қойып қойғандарыңыз абзал, өте дәмді болады. Міне осымен біздің синнабонымыз дайын. Видеоны менімен бірге ақырына шейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Үміткен.